Амансыздар ма, балалар? Бүгін біз кейінгі темір дәуірі, біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 5-ші ғасыр аралығын қамтитын кезеңді қарастырамыз. Бұл кезеңдерде біз алғашқы мемлекеттер туралы деректермен танысамыз. Сақ тайпалар одағы болып есептелген болатын. Ал мемлекеттердің түсінік одан гөрі тереңірек, нақты жер көлемі белгіленген, басқару жүйелері қалыптасқан, заңдары бекітілген күрделі жүйелер, ел басқару жүйесін мемлекеттер дейміз. Сонымен бүгінгі қарастыратын мемлекеттеріміз: үйсіндер, қаңлылар, сарматтар, ғұндар. Осы алғашқы мемлекеттердің құрылымын, орналасқан аймағын саяси тарихымен және кейбір дерек көздерімен танысамыз. Үйсіндер туралы деректі біз хан жылнамаларынан жиі кездестіре аламыз. Ханшу Қытай ақпарат көздері біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда ішкі Азия жерінде Тохар тайпаларының бірігіп Ючжи мемлекетін құрғаны туралы жазады. Осы Ючжилердің құрамында үйсін тайпалары болған. Бірден айта кетейік, демек үйсіндер Иран тілдес азиялық, европоидтардың формасына келетін, антропологиялық түрмен келетін адамдар болған. Үйсіндердің жетісу жеріне қоныстануы біздің заманымызда бұрынғы 3-ші ғасырда Тиграхауда тайпаларының орнына келіп орналаса бастағаны туралы айтылады. Біздің заманымыздан бұрынғы 165 жылы Ючжилер ғұндардан толығымен жеңіліп, осы кезеңде үйсіндер өздерінің дербес мемлекетін құрған болса керек. Сонымен үйсіндердің орналасқан жері Жетісу, орталығы болып Ыстықкөл мен Іле алқабының ортасында орналасқан Чегушин, Шегу немесе Қызыл аңғардағы қала болып табылады. Үйсін мемлекетінің басшысы Гунмо деген лауазымы болған, елді басқаруға 8 санаттан тұратын чиновниктердің жүйесі қалыптасқан туралы білеміз. Үйсіндердің негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы. Олар өздерінің көсіп қондарының арқасында мал бастарын көбейтіп, кейбір деректерде бай үйсіндерде 500-ден астам жылқы малдары болды деп кездеседі. Сонымен қатар үйсін шаруашылығы туралы Қытай деректерінде бір-біріне қарама-қайшы келетін ақпараттар да кездеседі. Оларда Қытай деректерінде үйсіндер тек мал өсірді және жерлерінде жеміс ағаштары болды деп ақпарат береді. Ал біздің археологтардың қазба жұмыстары Ақтас, Құрайлы өзенінің бойында игерілген жерлерді, арықтарды қазылған және егіншілікке арналған құрал жабдықтардың табылғандығы үйсіндердің бір бөлігінің жер шаруашылығымен де айланысқанын білдіріп отырады. Үйсіндерде малдарына меншік орнады. Бұл олардың жасаған таңбалары. Малдарға басатын қыштан, темірден, алтыннан жасалған таңбалардың табылуы осы дәйек бола алады. Үйсіндердің саны жағынан деректі бағанағы Ханшу хроникасында халқы 600 мың, әскері 188 мың деген дерек келтіреді. Бұл сол заманға сай үлкен іргелі мемлекет.
мәдениеттің болғандығын білдірседі. Үйсін мәдениетінің озық үлгісі деп Қарғалыдан табылған алтын тәті. Бұл алтын тәтінің өзі құрылымы жағынан бүкіл әлем қозғалысын, бүкіл табиғат қозғалысын бейнелейтін алтында өрнектелген зооморфолық элементтер бар, табиғат элементтері бар әшекей бұйым. Биіктігі 6-7 сантиметрді, ұзындығы 45 сантиметрге дейін болған осы тәті оларда зергерлік өнерінің жоғары деңгейде болғанын көрсетіп отыр. Сонымен қатар үйсіндердің шаруашылығында көп қолданылған ыдыстар қыштан жасалған ас ішетін ыдыстар, құмыралар және басқа да бұйымдар, оларда қыш бұйымдарды жасау дамығанын дәлелі болып табылады. Ендігі тоқталатынымыз Қаңлы мемлекеті. Қаңлы мемлекеті туралы да біз деректердің негізгі көзін хан династиясының жылнамаларынан аламыз. Қаңлы мемлекетінің негізгі орналасқан жері оңтүстік Қазақстан, Арал теңізінен Қаратау бойына дейінгі аралықтар дейді. Тарихи деректер мен ақпараттарға қарағанда олар қазақ жерінің автохтондары немесе байырғы тұрғындары болып табылады. Қаңлылар бағанағы хан Шу хроникасының ол әлгі Удидің жіберген елшілерінің жазып алып тіркеген ақпараттары ғой. Хроникасындағы дерек көздері 600 мың түтіні адам бар, 120 мың түтін деген сияқты деректерден алып отырамыз. Қаңлы мемлекетінің астанасы Бичан. Кейбір деректерде ол Тарбан деп, түркше кейін қазақша Отырар қаласының орны деп аталып жүр. Қаңлы мәдениеті үлкен екі бөлімнен тұрады. Бірі Отырар Қаратау мәдениеті, екіншісі Жетісар мәдениеті. Осы аймақты Ұлы хан басқарды. Ұлы хан біздің деректер бойынша елді 5 аймаққа бөліп, оған кіші хандарды басқарушы етіп қойған. Шаруашылығы жөнінде айтылатын болатын болса, Жетісар мәдениеті Сырдарияның ортағысында орналасқан. Оларда көбіне мал шаруашылығы дамыған дейді. Жартылай отырықшы мал шаруашылығы мен айланысты, және оларды солтүстікке қарай көшіп, жаз жайлауын, қыстауын Сырдария бойына қарай артқа оралып отырған болса керек. Отырар Қаратау мәдениетінің ішіндегі бізге ең нағыз қаңлылардың айналысқан шаруашылығынан келтіретін ақпарат ол Зах каналы. Қуандария өзенінің бойынан тартылған ұзындығы 20 километрлік күрделі ирригациялық жүйе қаңлылардың жер шаруашылығымен айланысқанын және оның өте жоғары деңгейде болғанын көрсетеді. Бұны негізінен қауыншы мәдениетіне де жатқызып жүрміз. Қаңлылардың өзінің жазба әріптері болғаны туралы деректер бар. Оны қазір зерттеп жүрген археолог Подушкиннің ақпараттарында кездесіп жүрміз, және Қытай деректерінде Бичанда қыш тақталарға жазылған заңдары тұрды деп жазады. Сыртқы саясатында қаңлылар
солтүстік басында сарматтармен көрші болып тұрды. Сарматтармен грек, антик тарихшыларының деректері бойынша олар тату-тәтті өмір сүрген болу керек, және олардың мәдениеті, өмір сүру салттары өте ұқсас еді дейді. Шығысына қарай үйсіндермен көрші болып тұрды, және олармен тату қатынаста болған болу керек негізгі уақытта. Алайда ғұндардың ыдырап екіге бөлініп қазіргі Қазақстан жеріне қоныс аудару кезінде қаңлылар ғұндарды қолдады. Біздің заманымыздан бұрынғы 46-36 жылдардың арасында болған Шижидің солтүстік күндерді басқарып бізге қоныс аудару кезінде олардың бұрыннан жауы, дұшпаны болып есептелетін қытайлар оларды өкшелей қуып, және үйсіндер де ғұндармен достық қатынаста болмады. Сондықтан олар хан әскерін, Қытай әскерін қолдады. Бұл да сол замандағы күрделі саяси жағдайдың бір екенін көрсетеді. Қаңлылардан табылған материалдық байлықтардың ішінде баса атай кететініміз отырар қазбасы, отырардан табылған ақшалар. Өйткені қаңлылар Ұлы Жібек жолының Қаратаудан Самарқанға дейін Орта Азиядан өтетін жолын бақылап отырды. Ал бұл Ұлы Жібек жолын бақылау және оның осы жерде жолдардың жар жаққа тармақталып кетуі, солтүстік жолы Каспий жағалап Қара теңізге шығуы, оңтүстікке кететін жол Иран арқылы Византияға кетуі, осының бәрін қадағалау қаңлы мемлекетінің экономикасын күшейтті, жағдайын жақсартты, нығайтты. Бұл туралы деректер өте көптеп кездеседі. Қытай дерегінде қаңлылар өте паң, өздерін жоғары ұстады. Бізді қытайларда үйсін елшілерінен төмен отырғызды деп те оларға өздерінің наразылығын білдіреді. Бұл сол замандағы қаңлылардың шығыста Румға дейін байланыста болған, батысында сарматтар арқылы Қара теңіз жағалауына дейінгі сауда жолдарымен байланыста болғандарын көрсетіп отыр. Келесі бір тоқталатын ақпаратымыз осының жалғасы секілді сарматтар. Сарматтар Қазақстанның батысында орналасқан болатын. Сармат тайпалары біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда Қазақстанның батысында орналасқан Саврамат тайпаларын ығыстырып, солардың орнына қоныстанды. Негізгі орналасқан жерлері Еділ, Жем, Аралға дейінгі жерлер. Яғни қазір тілмен айтқанда Волга, Орал өзені, Арал теңізі дейміз, көл дейміз, осының аралығына дейінгі күллі батыс Қазақстанның жерін орналасқан тайпа болатын. Сарматтар туралы деректі грек Рим тарихшылары Диодор, Плиний, Полибий, Страбон естеліктерінде атайды. Сарматтардың құрамы да әртүрлі болды. Оларға Роксалан, Язык, Арос, Сирақ, Алан, кейде Ас деп атап жатамыз тайпалар енді. Археологиялық ескерткіштері де осы батыс Қазақстанда орналасты. Сын тастағы ескерткіштер, ал ішіндегі ерекше атай өтетініміз Арал төбедегі, Ақтөбе облысының Арал төбеде жерінен табылған екінші алтын адам деп есептейміз біз. Сармат көсемі ма, әлде абыз ба, соның жерлігі алтынмен апталған дүниелері, қолына ұстаған аса таяғы, биліктің белгісі, спикеттер дейді, солардың бәрі табылуы, оларда мәдениеттің жоғары деңгейде дамығанын білеміз. Бесоба қорғанында
Филипп обасында да табылған мүлер олардың сақтарға ұқсас, қаңлыларға ұқсас банужар адам өмір сүргендерін, бірақ негізінен олар мал шаруашылығымен айналысты. Сарматтар біздің заманымыздың 2 ғасырында, біздің дәуірімізде, оларға қоныстанған ғұндармен бірлесіп уақытша одақ мемлекет құрды, бірақ аяқ жағында ғұндар оларды ығыстырды. Олардың бір бөлігі солтүстік Кавказ арқылы Қырымға, батысқа қоныс аударып, тарих аренасынан кетті. Тағы бір ескере кететін нәрсе, мына грек рим тарихшыларының жазуына қарағанда, олар Кавказда Парсы империясымен бірнеше мәрте соғысып, оларды бері қарай өтуіне мүмкіндік бермей тосқауыл қойғанын көріп отырамыз. Міне сарматтардың сіздер көріп отырсыздар, нақты деректер, егер әлде нәрсе түсініксіз болатын болса, осы видеороликті тоқтатып, тағы да қарап материалды игеріп алуға болады. Бағана айттым, ғұндардың жорықтарының салдарынан тұрады, бір бөлігі батысқа қоныс аударып дедік. Енді ғұндар тақырыбының бізге бір маңыздылығы сол, біз өзіміздің отандық тарихымызда ғұндарды түркілердің ата тегі, арғы тегі деп те есептейміз. Ғұндар тарихта ғұнну, сүнну деген атпен белгілі. Негізгі орналасқан жері басында пайда болған. Картадан өздеріңіз көріп отырсыздар, бұлар оңтүстік Сібір, солтүстік Моңғолия, қазіргі солтүстік Қытай жері, ұлы Қытай қорғанына дейінгі аймақты шаршап жатқан көп тайпалардың бірлігі. Лев Николаевич Гумилев өзінің еңбегінде айтады, ғұндарды бір текті түркілер деп атау болмайды. Өйткені олардың құрамы әртүрлі болды. Әртүрлі, және оларға оларды құрамында қазіргі моңғол тілдес, басқа да Қытай тілдес, тіпті бағана юшижилерден ауысқан иран тілдес ру тайпалардың болуы әбден мүмкін. Бірақ негізінен біз оларды түркі тайпаларының алғашқы негізі, алғаш тарих аренасына күшті мемлекет, империя ретінде шығуы деп есептейміз. Бұл аймақта бағанағы сіздерге айтып кеткен 24 тайпадан тұрды. Немесе 24 әкімшілік аймаққа бөлінді. Ғұндардың бастарының толық бірігіп үлкен мемлекетке, империяға айналуы біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы ғұн билігіне Мөде Шаньюдың келуімен байланысты. Демек, ғұндардың мемлекет басшысы Шанью Күнби деп атаймыз. Кейде осындай атпен де беріледі. Олар 24 аймақты, 24 әкімшілік басқарушысы, әскер басшысы, ақсүйектер руынан шыққандар басқарып отырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы Мөде алғаш өздерінің көршілері Дунху тайпаларын толығымен талқандап, сол жылы Қытайға да күйрете соққы беріп, оларды өзінен салық төлеуіне мәжбүр етті. Бұл соғысты жалғастыра келе біздің заманымыздан бұрынғы 203-204 жылдары ғұндар айналасындағы тайпаларды өздеріне бағындыру, қосып алу жұмысын, немесе әскери жорығын жалғастырды. Атап кеткен кезде осы уақытта Күйше, Динлин, Хакастарды өзіне бағындырды. Бұл жерде айтып кететін Динлин тайпалары қазіргі ғаламдардың дәлелдеуі бойынша нағыз ескі, көне түркше сөйлеген
осы тайпалар екен. Осылардың ғұндарға қосылуы олардың түркіленуіне оң ықпал етті екен. Ал батысында бұлардың өте ұзақ соғыс жүргізгені бағана тоқар тайпаларының бірлестігі қытайлар Юйчжи деп атаған мемлекетпен ұрыс. Біздің дәуірімізден бұрынғы 164 жылы бағана өткен сабақта айтып кеттім үйсіндер туралы да. Юйчжидің жеңілуі, ыдырауы, олардың қазір Соғдия жеріне қарай ауысуы олардан үйсіндердің толық бөлініп, өзінің тәуелсіздігін алғанын білеміз. Жалпы ғұндар толассыз жүргізген осы жорықтары өздеріне дұшпанын да көбейткен болу керек. Ұлы Қытай қорғанының түбінен басталып, оңтүстік Сібірге дейінгі аймақта жүргізген шайқастары қытайлармен шайқастың өзі 300 жылға созылды деп есептейміз. Қытайлар әртүрлі саясаттар жүргізіп, ғұндарды бөлу, өздеріне бағындыру жолдарын қарастырды. Соның арқасынан олар ғұндарға қарсы коалиция, одақ құрды. Бұған көптеген өздері бағана басып өздеріне бағындырған тайпалар одақ болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 71 жылы бір мезгілде ғұндарға соққы беріп, ғұндардың негізгі күшін талқандады. Осы соғыстардың салдарынан ғұндар екіге бөлінді. Біздің заманымыздан бұрынғы 52 жылы оңтүстік ғұндар Қытайға бодан болатын туралы Қытай императорының қолынан хат алды. Ал солтүстік бөлігі, бағана айтып кеттім, біздің заманымыздан бұрынғы 46-36 жылдары Шижи Шанью басқарып, Қазақстан жеріне қоныс аударды. Онда да Қаратау сілемдерінің айналасында орналасуға қаңлылардан рұқсат алып, сол жерде өздеріне кәргі Тараз қаласының орнында қорған қала тұрғызды астана ретінде. Алайда біздің заманымыздан бұрынғы 36 жылы Қытай және біріккен Үйсін әскерлері оларды талқандады. Олардың қалдығы оңтүстік арқылы Орта Азияға, Мауреннахр территориясына қарай, жеріне қарай өтіп кетті. Ғұндардың ары қарай қоныс аударуы, бағана мен айттым, бір бөлігі біздің заманымыздың 2 ғасырында Алтайда Юбань мемлекетін құрды. Ыдырап кетті ғой жан-жаққа. Бір бөлігі, көп бөлігі болу керек. Батыс Қазақстанда сарматтармен бастап кезде бірігіп мемлекет құрды, артынан сарматтардың да өзін ығыстырып, біздің заманымыздың 4 ғасырында, яғни 375 жылы ғұндар Дон өзенінен өтіп, германдық гот тайпаларын талқандап, Европаға қоныс аударым бастады. 395 жылы ғұн әскерлері Константинопольдің түбінен шықты. Бұл Қара теңіздің арғы беті деп айтсақ болады. Шығыс Рим империясы ғұндарға алым салық төлеп, сыйлық беріп, өздерінің қалаларын қираудан сақтап қалды. Сөйтіп, ғұндар Европадағы Паннония деген жер, Венгрия мен қазіргі Румыния орналасқан жерлерде өздерін мекендеді. Ғұндар тарихында үлкен із қалдырған есім ол Атилла. Еділ. Европалықтар Атсел деп атайды. 434 жылы әкелері мұздық қайтыс болғаннан кейін ғұн билігіне ағайынды Атилла мен Белда келді. 435 жылы Белданың қайтыс болуынан кейін 452 жылға дейін, 53 жылға дейін Атилла жеке дара билік құрды. Бұл уақыттарда
ол Галия территориясындағы, қазір Германия жеріндегі, Франция жеріндегі, Италия жеріндегі және Балқан жерінде орналасқан Рим империясының екеуіне де соққы беріп отырды. 450 жылы екі империяда, Батыс Рим империясы да, Шығыс Рим империясы да гундарға алым салық төлеп тұруға мәжбүр болды. 451 жылы гундардың герман тайпаларын, гал тайпаларын аяусыз қырып жойып, өздеріне табындыруға бергендігі үшін Рим империясына олар жалынды. Бірігейік, гундарға қарсы бірге күресейік деп. Сөйтіп 451 жылы Каталаун даласында, Франция жерінде Батыс Рим империясының әскері және оған қолдауға келген гундарға тісі батып жүрген кектері бар герман тайпалары, сармат тайпаларының бір бөлігі, гал тайпалары бірігіп шайқас болды. Шайқас гундардың кейін шегінуімен әкелді, алайда бұл гундардың жеңілісі емес еді. Келесі жылы 452 жылы Атила бастаған гун әскері солтүстік Италияға басып кіріп, аз уақытта Римнің қақпасының алдында тұрды. Рим папасы Лев II Атиланың алдынан шығып, оған өте көп сыйлықтар беріп, қаланы қиратпауды сұрады. Және сол сыйлықтармен бірге Рим императорының қызын Атилаға әйелдікке берді. Жалпы Рим тарихнамасында Атиланы бұландай сөздермен айтады. Атиланың аты жүріп өткен жерге 20 жыл шөп шықпайды дейді. Немесе Атиланы Құдайдың жіберген жазасы дейді. Атила оларға: маған дұшпандарым не тілесе, мен оларға соны тілеймін деп жауап берді. Бұлардың бір-бірімен ымыраға келмес дұшпандықтары болған осыдан көреміз. Атиланың өзінің ордасы болғанын, ақ қаласы болғанын, бұл туралы Рим империясының елшісі Приск жазады. Атилаларды немесе гундарды жамандап, оларды жабайы деп Марцелин жазады. Енді ол белгілі. Қай жердің адамдары болмасын, өздерін жаулап алушыларды жамандап көрсетуге, оларды не әлсіз, не жабайы етіп көрсетуге ол бұрыннан қалыптасқан әдет болатын. 453 жылы белгісіз бір себептермен Атила қайтыс болады. Ғұн империясы ыдырап кетеді. Олардың Атиланың денесін әртүрлі жұмбақтар айтылады, әлі шешілмеген. Осы Дунай өзенінің бір саласын бұзып, бұрып, соныған жерлеп, содан кейін қайтан өзенді жіберген деген сияқты ақпараттар кездесіп отырды. Міне сонымен біз халықтардың қоныс аударуының негізгі тарихи қорытындысын айтайық. Біріншіден, Еуропада Батыс Рим империясының үстемдігі жойылды. Құл иеленушілік қоғамға үлкен соққы берілді. Өйткені 476 жылы Адакр бастаған көтеріліс деп атаймыз, Батыс Рим империясы құлап, Франк мемлекеті құрылып, Еуропада феодализмнің алғашқы формасы қалыптасады. Бұған біздің түркілердің ата тегі деп есептелетін ғұндардың қосқан ерен үлесі бар. Ендігі бір тоқталып кететін жағдайымыз діни нанымдары мен сенімдері. Ғұндар Тәңіріге сенді, көк тәңіріне.
Тәңір құт деп сондықтан да оның билеушілерін атады. Ал қаңлылар, үйсіндер, негізінен қаңлылар Митраға табынған болса керек, өйткені олар Иран тілдес арил тайпалардың жалғасы. Сол мысалы қаңлылар Массагет үлкен ордадан иесі, үлкен орданың ыдырап сақтар кетті деп есептегеннің өзінде сол орында қалған қаңлылар олардың мәдениетін, олардың сенімін, олардың өнерін өзінің бойына алып қалған болу керек. Сонымен бірге мына нәрселерді естеріңе сала кетейік. Ежелгі адамдардың сенім нанымдарында үлкен орын алған анимизм, жан деген сөзді білдіреді. Адамдар өлген соң олардың рухына сену, олардың рухы қолдау береді деу. Бұл салт дәстүр бізде аруаққа сену осы күнге дейін қазақ халқында сақталған. Тотемизм бұл ру тайпалардың өздерінің шығу тегін бір киелі жануарлармен байланыстыруы. Ондар мысалы немесе түркілер өздерінің көк бөрілермен жалғастырды, байланыстырды. Бөріден тарадық деп есептеді. Магия, бақсылық, шаманизм. Бойында ерекше қабілеті бар адамдар болды дейді. Көк пен жерді, табиғат пен адамды байланыстырушылар деді. Бақсылар, абыздар. Фетишизм. Заттардың қасиетті күші бар, олар адамдарға көмек береді, қорғайды дейді, бойтұмарлар болады дейді. Бұны біз өткен сабақтарда айтқан болатынбыз. Алтын адамның қасынан табылған күміс тостағандағы сабақтағы бойтұмар осыған куә бола алады. Біздер әлі күнге дейін қазақ халқы бойтұмар тағу, бойтұмар ұстау салт дәстүрі сол ежелгі заманнан бері қарай тағы да бізге жалғасын тауып, ұрпақтан ұрпаққа үзілмей келе жатқан бір сенім нанымның түрі деп атайық. Келесі сабақтарымызда орта ғасырлар тарихына сипаттама жасаймыз. Түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанатының саяси тарихтарымен танысамыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, қолдау көрсетіп бармақтарыңызды басыңыздар. Біз келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.